Ассаляму алейкум, достар. Бүгін біз бәрімізге таныс бір мәселені қозғаймыз. Ол жалқаулық. Кейде тіпті қарапайым істерге де күшіміз жетпей кейінге қалдырып жатамыз. Бірақ жалқаулық мінез емес, ол әдет. Оны жеңуге болады. Ең алдымен жалқаулықтың себебін түсіну керек. Ол мынадай жағдайлардан туындайды. Бірінші, артық стресс немесе шаршау. Екінші, мақсаттың анық болмауы. Үшінші, тәртіптің болмауы. Төртінші, өзіне деген сенімсіздік. Жалқаулықты қалай жеңеміз? Оны емдеу жолдары. Бірінші, Алла тағаладан жалқаулықтан арылуды тілеп дұға ету. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын былайша дұға еткен: Уа Аллам, расында мен өзіңе әлсіздіктен және жалқаулықтан сақта деп сыйынамын. Осы бір дұғаны мұсылман адам күнделікті таңғы және кешкі дұғаларына қосып айтып жүргені дұрыс. Екінші, мақсат қою. Адамның әлдебір іске жалқаулануы ол іске қатысты мақсатының болмауында. Егер адам биік мақсатты көздеп, оған жетуді мұрат етсе, бойында кез келген істі атқаруға жігер пайда болады. Ауыр істің өзі ол үшін өте оңай орындалатын іске айналады. Үшінші, ізгі амалдар атқаруда жарысу. Алла тағала біздің жақсылық амалдарда өзара жарысуымызды бұйырып, жақсылықта жарысыңдар деп Бақара сүресінің 148 аятында айтқан. Нәпсісін тәрбиелеуші адамның жанында өзі сияқты күрес жолында жүрген ізгілердің болғаны жақсы. Олар білім алу, құлшылық жасау, өзге де ізгілік амалдарда бір-бірімен жарысу арқылы бір-біріне жәрдемші болады. Төртінші, түнді ұйқысыз, ал күндізгі уақытты ұйқымен өткізуден сақтану. Алла тағала түнгі ұйқыны біздің тынығуымыз, ал күндізгі уақытты еңбек етуіміз үшін берген. Көбіне түнді бос әрі пайдасыз істермен өткізу, адамның еңбек етуі керек болған күндізгі кезде әлсіреу, шаршау, ұйқысырау сынды істерге алып келеді. Сондықтан әр істі өзінің орны мен уақытында атқарған жөн. Түнгі ұйқысы толық қанып, қажетті деңгейде демалған адам күндіз сергек әрі белсенді болады. Бесінші, уақытында істеуге шамасы бар істі кейінге қалдырмау. Қазақ халқында еріншектің ертеңі бітпес, немесе аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боларсың делінген даналық сөздер бекер айтылмаған. Себебі аз жұмысты қиынсынып, кейінге қалдыру көбіне жұмыс көбейіп, түбінде мүлде істелмей қалуына әкеліп соғуы мүмкін. Бұндай жайт болмас үшін адам баласы кез келген істі өз уақытында, сапалы, көркем түрде атқаруға өзін үйретуі керек. Алтыншы, жалқаулықпен күресу. Адам өз бойындағы жалқаулығымен күресе білуі керек. Ол жалқаулыққа кері амал істеу. Ерініп тұрса да әлде бір жұмысты уақытында істеп тастауға тырысу. Ұйқыға тартып тұрса төсекке жатпай, керісінше ұйқысын ашуға тырысып, жұмыс жасау сияқты істермен болады. Есіңізде болсын. Әрбір адамда жалқаулық бар. Бірақ ол сізді емес, сіз оны басқаруыңыз керек. Қазірден бастап әрекет етіңіз. Өзгеріс сонда басталады.